Адам ағзасы үшін дәруменнің алатын орны орасан зор екенін бәріміз білеміз. Көктемде күш-қуатыңыз мол, вирусты ауруларға қарсы тұру қабілетіңіз артып, ұйқыңыз тынық, физикалық белсенді болғыңыз келсе, видеоны аяғына дейін қараңыз. Барлық адамзат үшін ең маңызды витамин ол Д. Д дәруменінің адам денсаулығында алатын орны ерекше, оны бәріміз білеміз. Сүйек пен бұлшық етті қалыпты ұстауға, иммунды жүйенің дұрыс жұмыс жасауына, қатерлі аурулардың алдын алуға көмектесетін, көңіл-күй мен адамның психологиялық жай-күйін жақсартатын да дәл осы Д дәрумені. Адам ағзасы Д дәруменін екі жолмен алады. Бірінші тағамнан, екінші күннен. Ал қыста күн жоқ, сондықтан бізде Д дәруменінің дефициті басталады. Уыз дәрі-дәрмек ішпей-ақ дұрыс тамақтану арқылы витамин Д-ның деңгейін ұстап тұруға болады. Қуаныштысы сол, бұл дәруменді жай тағамнан да алуға болады. Ендеше Д дәрумені мол, басты 5 тағамды сіздерге ұсынамын. Бірінші, майлы балық. Балық еті адамға ең пайдалы тағамдардың бірі. Әсіресе майлы балықтың етінде Д дәрумені мол болады. Атап айтқанда ақсерке, майшабақ, сардина, сазан сынды балықтарда Д витаминінің қоры мол. Оның үстіне балық етінде омега-3 атты май қышқылы көп болады. Ол жүрек жұмысын жақсартады. Екінші, сиырдың бауыры. Малдың ішкі органдары, өкпе, бауыр, жүрек, бүйрек маңызды элементтерді жинаған орын. Мәселен, 100 грамм бауыр етінде Д дәруменінің 48 халықаралық бірлікте көлемінде Д дәрумені жинақталған. Ал адамға күніне орта есеппен 600-800 халықаралық бірлік көлемінде Д дәрумені қажет. Үшінші, жұмыртқаның сарысы. Жұмыртқаның сарысы адамға бір күндік Д дәруменінің 5%-ын бере алады. Егер тауық күніне астында жүріп жұмыртқа басса, онда тіпті жақсы. Тауықты құнарлы жеммен тамақтандырса да, жұмыртқасы өте құнарлы болады. Төртінші, саңырауқұлақ. Табиғатта Д дәруменінің мол қоры бойынша бірінші орында тұрған саңырауқұлақ. Әсіресе Д2 дәруменіне бай. Оның үстіне саңырауқұлақ майлы емес, калориясы да аз тағам. Бесінші, сүт өнімдері және сүзбелі ірімшіктер. Бұл Д дәруменіне өте мол, таңғы асқа өте жақсы үйлесетін, сондықтан таңғы аста міндетті түрде сүт пен ірімшікпен жеген өте пайдалы. Егер ағзаңызда Д дәруменінің жетіспеушілігі пайда болатын болса, мына белгілер арқылы білуге болады. Депрессия, сүйек ауруы, жиі вирустық инфекциялар, жиі суық тию және шаршау сияқты көрінуі мүмкін. Сондықтан әрбір дәруменді ішу барысында міндетті түрде Д дәруменіне қан талдауын жасау арқылы ішу керек. Егер Д дәрумені артық шамадан тыс көп болып кететін болса, қанда кальций жиналады, бүйрек тастары, жүрек және бүйрек жеткіліксіздігі Д дәруменін тым көп қабылдау нәтижесінде пайда болатын аурулар. Сондықтан жылына кем дегенде бір рет Д дәруменіне анализ тапсырып тұрыңыздар. Егер ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.